Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Бүгінгі сабақта біз сіздермен ең қиын сұрақтарды талқылаймыз. Сондықтан видеоны толықтай көріңіздер және де комментарий жазып, тіркеліп, лайкты басып ұмытпаймыз. Осы тестті алу үшін сіздерге скидка болады. 2 айға 4500 теңге. Негізі сайттың өзінде 4500 теңге сіздер бір айға ғана ала аласыздар. Сондықтан достар, менің WhatsApp номеріма жазыңыздар. Менің артымда тұр міне. Ал енді бастайық. Тіркеп сүйреу арқылы сүйретіліп келе жатқан жеңіл көлікпен адамдарды тасымалдауға рұқсат етіледі ме? Әрине, рұқсат етіледі. Оң жаққа маневр жасау сигналы оңға бұрылу жарық көрсеткіші болып табылады немесе. Ол мысалы достар, маневр жасаған кезде сізде бұрылыс көрсеткіштерін істемейді, мысалы поворотник істемейді. Сол кезде қолмен көрсетесіздер бәрін. Мысалы оңға бұрыламын десеңіздер, онда сол қолыңызды бүйтіп көтересіздер. Егер де қолды солға созсаң, ол солға және кері, оңға және қолын төбеге көтерсең, тоқтаймыз деген сөз. Және де бізде праворулкалар бар ғой. Естима деген көліктер, олар оң қолмен бәрін істейді, дұрыс па? Мысалы, оңға, солға және қолын төбеге көтерсе, кері бұрыламыз дейді, мысалы. Сондықтан жауабымыз міне Д дейміз. Жанына созылған оң қол немесе жанына созылған және шынтақтан тік бұрыш жасап, жоғары бүгілген сол қол дейді. Жаңа көрсеткенім ғой. Негізі леворулкилар бәрі бүйтеді. Солға және кері, оңға және тоқтаймыз. Осы жағдайда кім жол береді? Назар аударыңыздар, тікбүрлеу деген белгі тұр. Мысалы, ақ көлікке көтеруге қиын, қара көлікке түсуге оңай. Сондықтан осы жағдайда кім жол береді дегенде қара көлік деп жауап береміз. Егер де бізде ескерту белгісі болмаса, сол кезде уже ақ көлік береді, себебі ақ көліктің алдында кедергі тұр. Бізге көтерілген кезде осы тұрған белгіміз басымдылық береді. Келесі сұрақ. Қозғалыстың кенеттен жылдамдатылуымен туындаған сырғанау пайда болған кезде жанармай беру басқышына жүргізуші қалай әсер ету керек дейді. Сонда сізде занос жылдамдықты қосқан кезде пайда болды да, сіздің әрекетіңіз қандай деген сұрақ мұнда. Басқышты қаттырақ басады дейді. То есть сіздер газы одан да жоғары басу керексіздер дейді. Мұнда басқышты кішкене босату керек дейді. Сонда сіз газы кішкене жай босатасыз. Басқышты басу күшін өзгертпейді дейді. То есть газы сол қалыпта ұстап тұру керек дейді. Негізі кішкене оны босату керек, сондықтан жауабымыз бізде Б. Достар, осындай сұрақ келсе, сіздер Б-ны басып дұрыс болып келеді міне. Астында және қосымша түсініктемесі жазылып тұр, оқуларыңызға болады. Видеоны тоқтатып. Жеңіл автокөлік жүргізушісі іргелес аумаққа кіру кезінде қандай қателік жасады? Енді суретке қараймыз. Суретте бізде нұсқау белгісі тұр, тік жүру деген. Бұл белгі қиылыстан кейін орнатылып тұр, онда келесі қиылысқа дейін сіздер тік бағытта жүру керексіздер. Бірақ оңға іргелес аумаққа кіруіңізге болады. Сондықтан ол бұрылыс көрсеткішін қоспады екен. Жауабымыз бұрылу көрсеткішін қоспай бұрылуда дейді. Жауабымыз С. Жасыл автокөліктің жүргізушісі ереже бұзды ма дейді. Енді суретке қараймыз. Мысалы, ол реттеушінің сигналына қараңыздар. Оң қол алдыға созылған, кеудеден біз тек оңға бұрылуымызға рұқсат етіледі.
Сондықтан әрине бұзды деп жазамыз мұнда. Бұзды себебі ретешіннің тыйым салу сигналы қарамастан жүрді дейді. Міне жауабымыз Б болды. Тротуарлар мен жол жиегі жолдың элементтері болып табылады ма? Иә, тек жиек дейді, тек тротуар жоқ дейміз. Әрине табылады. Иә дейміз. Жол белгілерінен кейін аялдауға рұқсат етіледі ме? Белгіге қарайық, бізде тыйым салу белгісі, тоқтауға тыйым салынады. Қазір жаңадан аялдауға тыйым салынады дейміз. Астында қосымша белгі тұр, ақпараттық белгі, қолданылу аймағы. Стрелкамыз алдыға және артқа көрсетіп тұр. Алдыға дегеніміз ол келесі қиылысқа дейін тоқтауға болмайды. Астыға дегеніміз ол бізге жақын қиылысқа тоқтауға болмайды. Сондықтан жауабымыз мұнда тыйым салынады дейміз. Біз үйреніп қалғанбыз ғой, бұрыннан бері тоқтауға тыйым салынады, тоқтап тұруға тыйым салынады деп. Негізі қазір аударып отыр қазақ тілінде. Аялдауға тыйым салынады, аялдап тұруға тыйым салынады дейді. Ол стоянка запрещается деген сөз. Жүргізушінің шаршаған күйі оның зейіні мен реакциясына қалай әсер етеді? Енді біріншісі не деп тұрмында? Зейін әлсірейді, реакциясының уақыты қысқарады. Зейін мен реакциясының уақыты өзгермейді. Зейін әлсірейді, реакциясының уақыты артады. Жауабымыз бізде С болады. Астында түсініктемесі бар, міне оқу алуларыңызға болады. Видеоны тоқтатып. Мотоциклді басқару кезінде тіке жүруді жалғастыруға рұқсат етіледі ме? Бізде белгі орнатылып тұр, тыйым салу белгісі. Механикалық көлік құралдарына жүруге тыйым салынады. Енді механикалық көлік құралдары дегеніміз ол бізде қозғалтқыш күші бар көліктер. Ол жеңіл көлік, жүк көлік, автобус, мотоцикл. Оған жатпайды әрине бізде велосипед, ат-арба дегеніміз. Олар осындай белгіде ат-арба, велосипедпен жаяу жүргіншіге кіруге әрине болады. Сондықтан мұнда жауабымыз тыйым салынған деп жауап бересіздер. Велосипедтер мен мопедтерге жаяу жүргіншілер өткенде жүруге рұқсат етіледі ме? Енді достар, тағы анимациясын қарап өтіңіздер. Бізде бағдаршамда жасыл жанып тұр. Бірақ велосипед пен мопедтер, олар велосипед мопедтен түсіп, өздері жаяу жүргіншілер өткенде сүйреу керек. Сондықтан мопедпен әрине тыйым салынады деп жауап береміз. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде жол береді. Талқылап жүрейік осы сұрақты. Бізде басты жолдың белгісі тұр, астында басты жолдың бағытын көрсетіп тұр. Сондықтан қиылыстың бөлігін сызып алайық. Және де плюсті сызайық. Жуан қара сызығымыз ол бізде басты жолдың бағыты болып келеді міне. Енді басты жолдың бағыты бойынша бізде екі көлік тұр, мотоцикл және қызыл көлік тұр. Екеуі де басты жолдан болғандықтан, оң жағындағы көлік басымды болып келеді. Сондықтан бірінші қызыл жүреді, содан кейін мотоцикл, содан кейін барып енді қараңыздар. Автобус, сосын жасыл көлік жүреді төртінші кезекте. Себебі екеуі де екінші дәрежелі жолда тұр, міне. Екеуіне де жол беріңіз деген белгі тұр. Сондықтан екеуінен оң жағынан ол автобус болып келеді. Сонда жауабымыз бізде ешкімге дейміз міне. Енді анимациясын қарап өтіңіз. Көрініп тұр, бірінші қызыл мотоцикл, содан кейін автобус жүреді. Сосын жасыл көлік жүрісін жалғастырады.
иммобилизация шинасы ретінде пайдалануға болатын заттар. Осындай да медициналық сұрақтар келеді. Тақталар, таяқшалар, сызғыш. Екі нұсқада дұрыс. Картон, тақтайлар, таңғыш дейді. Әрине бізде жауабымыз Б болады. Қай жол белгілерінде басты жол белгіленген дейді. Енді көбісі барлығы деп жауап береді, себебі барлығы бізде басымдылықты береді. Бірақ қиылыста бізде әрине 2 мен 3 болады. Мысалы, екінші белгіміз ол қиылыста орнатылады. Үшінші белгіміз ол бізді алдын ала ескертіп қояды біздікі басты жол екенін. Бірінші белгіміз ол тар жолда басымдылықты көрсетеді. Ол қиылыста орнатылмайды, міндетті түрде тар жолда болады. Түсінікті ме? Сонымен жауабымыз 2 мен 3 дейсіздер. Төменде көрсетілген белгілердің қайсысы мопедтердің қозғалысына рұқсат береді? Автомагистраль көліктерге арналған жол және де мотоциклға жүруге тыйым салынады дейді. Сондықтан автомагистраль және көлікке арналған жолда мүлдем мопедпен жүруге тыйым салынады. Жауабымыз бізде Б болады. Мұнда мотоциклдарға жүруге тыйым салынады, бірақ мопедпен кіруге рұқсат етіледі. Тек В дейсіздер мені. Өте қиын сұрақ негізі. Достар, менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Әлі көптеген видео саламыз, әлі жасалып жатыр видеолар. Осы тест алғыларыңыз келсе, сіздерге скидкамен 2 айға беріледі. Ол үшін менің WhatsApp номеріма хабарласыңыздар, артымда тұр міне. Аты жөніңізді, ең электронный почтаңызды жазып жіберіңіз. Электронный почта болмаса, онда жазып жіберіңіз. Электронный почта жоқ. Және де қандай санат сізге керек, қандай категория керек, жеңіл көлік па, жүк көлік па, соны да жазып жіберіңіздер. Берілген жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Енді белгіге қараймыз, достар, бізде жол беріңіз деп тұр. Және де 100 метрден кейін бізде қиылыс басталады деп тұр. Сондықтан сіздер жауаптарыңыз қиылысқа дейін үлгерсе, мұнда рұқсат етіледі деп жауап бересіздер. Бірақ сіздерде басты жолдың белгісі тұрса, онда сіз қиылысқа дейін оза аласыз және қиылыстың өзінде оза аласыз. Бірақ жол беріңіз немесе тең мағыналы қиылыс болса, онда қиылысқа дейін озуларына рұқсат етіледі. Жауабымыз, егер қиылысқа дейін басып озу аяқталса, рұқсат етіледі деп жауап бересіңдер. Кішкене интернет слабый болып тұр, менде анимациялары кішкене қатып тұр. Қайтадан жасайын анимациясын көріңіздер. Көліктің артындағы басқа автокөлік өте жақын арақашықтықта жүріп келе жатса, жүргізушінің қандай кеңес береді дейді. Өте жақын сізге біреу жақындаса, сіздердің әрекеттеріңіз қандай болушы? Әрине, өзің басып озуға мүмкіндік беру үшін жылдамдықты біртіндеп азайту дейді. Осы жауабы дұрыс болады. Қалғанын қарап көріңіздер мені. Жолдың шетіне қарай жүру дейді. Енді жүрмейсіздер оңға қарай. Тежегіш басқышын бірнеше рет басу дейді. Ол енді әрине соқтығысқа алып келеді. Дыбыс белгісін беріп, артқы көрініс айнасына жиі қарау дейді. Енді дыбыстық сигнал беруге болмайды, бірақ артқа айнаға сіз қарауыңызға болады. Жауабымыз әрине бізде А болады. Тұтас сары таңбалау сызығы нені білдіреді? Сары тұтас сызығымыз тоқтауға тыйым салынатын аймақты білдіреді. Сондықтан жауабымыз аялдауға тыйым салынған, тоқтап тұруға тыйым салынған дейді. Аялдауға тыйым салынған деген жауапты таңдаймыз.
60 саны түріндегі жол таңбасы нені білдіреді? Енді барлығы білетін шығар, ол бізде жылдамдықтың ең жоғарғы жылдамдықты шектеу белгісі, иә? Жылдамдық берілген учаскесі үшін рұқсат етілген ең жоғарғы жылдамдық. Жауабымыз бізде С. Автокөлікті елді мекеннен тыс жерде жүргізу кезінде жол белгісіне көрсетілген жылдамдықты 15 км сағатына асырып жүруге болады ма? Елді мекен тыс жерде біз осындай аймақта 100 км сағатпен жүруге болады. Бізде тұрған белгі, ол бізде ақпараттық белгі, атауы жылдамдық ұсынылады. Сондықтан ол сіздерге ештеңе тыйым салмайды. Сондықтан сіз осы белгіленген белгіден 15 км сағаттан жоғары жүруіңізге рұқсат етіледі. Міне, жауабымыз А. Осы ақырғы бүгін талқылайтын сұрақ болды. Менің каналмен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағы да айтарым, тест алғыларыңыз келсе, менің WhatsApp номеріме хабарласыңыздар. WhatsApp номерді қайдан алғыларыңыз келсе, міне жазылып тұр, немесе астында описаниеда болады. Сілтеме бар, өздеріңіз кіріп тіркелуіңізге болады, толықтай тіркелесіздер. Және де осы сайттың ішінен сатып алуға болады сіздерге. Сатып алмай, тіркеле алмай жатсаңыздар, онда менің WhatsApp номеріме тест деп жазып жіберіңіздер текстпен, сосын мен сіздерге жауап беремін міндетті түрде. Жақсы, сау болыңыздар.